Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 57-ші сабақ. Бүгін тақырыбымыз сөз және оның мағынасы. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Ағайынбыз бәріміз. Жақсылыққа, бақытқа талпынған әр уақытта. Бала біткен дос бауыр, болмасын еш тосқауыл. Ақбыз қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Ортақ болсын асқартау, жеміс толы бақша бау. Болсын жер мен су да ортақ, болсын бізге ту да ортақ. Ақбыз қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Әнуарбек Дүйсенбиев. Өлеңде не туралы айтылған? Дос ағайын сөздеріне мағынасы жақын сөздерді тап дейді. Өлеңге жалпы достық туралы, ағайын туралы айтылған екен, иә? Қандай ұлт болса да, біз барлығымыз доспыз деп тұр. Қазақ болсын, орыс болсын, өзбек ұлты болсын, барлығымыз тату-тәтті ағайынбыз деп тұр. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына берілген сөзге мағынасы жақын сөз тауып жаз. Сәлемдесу, амандасу, ұстаз, мұғалім, әдемі, көрікті, алыс, ұзақ, жылы, ыстық, жылдам, тез. Үшінші жаттығу: әр желкенді қайыққа жазылған сөзге мағынасы жақын сөздер тап. Әдемі, сұлу, батыр, батыл, қайратты, мықты десек болады. Әдепті, тәртіпті десек болады екен балалар.